Боқ басып алғандай күй кешкенімді қарашы. Директор, ең қымбат көлігіңіз қайсысы? Мырза, кешіріңіз, бұл қаладағы ең сәулетті болған көлік сату орны ең арзаны 300 мың тұрады. Ең қымбатын білгіңіз келе ме сонда? 300 мың дейсің бе? Шынында арзан екен. Ең сәулетті көлік сату орны ұқсамайды. Бүгін менің бір досымның 22 жасқа толған туған күн кеші өтпекші еді. Құны 20 миллиондық көлік бар ма? Мырза, құрметті есіміңізді сұрауға рұқсат па екен? 20 миллион жүрдек бой сатып алуыңыз ғана жетеді ғой. Бізде қазір құны 13 миллиондық көлік бар еді. Жарайды, онда сол болсын. Айтпақшы, тегім Уаң. Жарайды, Уаң төре, қанеке жүріңіз, Уаң төре, қане жүріңіз, өтінемін. Уаң Юань. Бұл арам тамақ бізді аңды осында келген екен ғой. Жүр, барып көрелік. Ей! Шауаң, ей! Естуімше серіктіктен шегініп кеткен екенсің ғой. Бұл жерде жұмыс істеймін десең, директор менің досым болады, мен саған жәрдемдесейін. Қажеті жоқ. Мен көлік алуға келдім. Көлік алғалы? Бұл арадағы көлік маркаларын анықтап қарап көрдің бе өзі? Бикеш, сіз көрген жаңағы көліктің құны 350 мың юань. 350 мың ба? Сая, жүр барып көлікті сынап көрелік. Уаң төре, көлікті сынап көргіңіз келе ме? Жарайды. Бұлай жүріңіз, өтінем. Ұнаттың ба? Орындықтарына дейін терімен қапталған ғой. Ұнаттым. Лу директор, не деген жақсы едіңіз. Жігітті дұрыс талдаған екен. Егер Уаң Юаньға ерген болсам, бұл өмірімде мұндай сәулетті көліктің рахатын көрмеген болар ем. Макларен көлігін сынап жүргізбекші, барлық жол бөгеттерін ашыңдар. Лу директор, бұл қандай маркалы көлік? Шекті шығарылған Макларен көлігі. Бұл араның ең қымбат көлігі ғой. Оны қандай адам сатып алды екен, Уаң төре, көлігіңіз ұнады ма? Болады екен. Ой, Уаң Юань?